Бүгін біз палау дайындаймыз. Ол үшін етімізді аламыз. Тез турап тастаймыз. Кеш болды, тамақты үлгермейміз қазір жасап. Ол үшін 2 сәбізімізді аламыз. Оны да тез тураймыз. Уақыт жоқ десе тек. Кеш болды, уж тамақ дайындау керек. Тез тура. Тым асықпайды екен өзі. Одан чесногымызды аламыз. Оны да майдалап башағын шығарып турап тастаймыз да салып қоямыз. Одан қазанымызды аламыз да етімізді тураймыз, салып қуырып аламыз. Етімізге су құямыз да қақпағын жауып қоямыз. Қуырып болғаннан кейін сәбізімізді салып бұлайды араластырып бетіне для плова деген саламыз, кристаллик саламыз, чеснок саламыз. Барлығын араластырып тағы да қуырамыз. Иісі деген күшті шығады остырғанда. Сосын суымызды құямыз, бірден қайнағанша қойып қоямыз. Оған дейін мен күрішімді жуа берейін. Күрішімді алып әбден жуып, қайта суын ауыстырып, одан қайнап тұрған қазанымызға саламыз. Қайнап тұрған қазанымызды тез бетін жауып, бұқтырып қоямыз. Суы тартылды, уже пісіп қалды. Үлгердім кешкі тамаққа.